Сәлем достар! Үздік жас маман байқауына өз-өзін өлеңмен таныстыру және басқа да байқауларға қолданса болады. Еңбегімді бағалап, комментарий жазып, арнаға жазылып қолдан. Бұрыннан төл өнерге машық едім, қазақтай қайсар елге ғашық едім. Мына жұлдызшаның орнына есімдеріңіз қоясыздар. Мысалы, Данияр деген ұлдарың мен боламын, жұртым деп құшағымды ашып едім, байқауға, бақ сынауға келіп тұрмын, армысың өдер сүйген асыл елім. Мақсатым ұстаз болу тағылымды, ұстаздың пейілі кең жаны нұрлы, жас маман байқауында жеңемін деп, жырмен шаштым жұртыма жарығымды. Көп адам қабілетіме сүйініпті, санама білім нәрі құйылыпты, балдырған балаларға жол көрсетер, ұстаз болу бақыты бұйырыпты. Бойына жинамаған жат қылықты, жақсылардың басында бақ тұрыпты, арнауымды осымен аяқтайын, сөзіммен ұғындырып нақтылықты, бұл сайыста өзіме жеңіс тілеп, басқаларға тілеймін сәттілікті. Басқа да түрлі байқауларға және өзіңізге арнайы өлең жаздыру үшін және ата-анаңызға басқа да түрлі тақырыптарға өлең жаздыру үшін осы нөмірге жазсаңыздар болады.